Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындап өте дәмді, қытырлақ болып шығатын керемет қиярларды банкіге жабатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен қиярларымызды тазалап жуып алып, екі жағын кесіп тастап, мұздай суға 5-8 сағат көлемінде салып қоямыз. Банкамызды тазалап жуып, мантоваркіде стерильдеп аламыз және қатпақтарымызды да қайнатып аламыз. Бізге керекті заттар: тәтті бұрыш, қияр, тұз, сарымсақ, ірі қара бұрыш, қант, 70% уксус, лавр жапырағы және укроп зонтигі керек. Стерильденген банкамызды алып, оның ішіне укроп саламыз. Үстіне 3-4 дана сарымсақ, 3-4 дана лавр жапырағын, 10 штуктай ірі қара бұрышты саламыз. Үстіне тәтті қызыл бұрышымызды салып, одан кейін қиярларымызды тізбектеп жинап шығамыз. Нығыздап жинау керек. Бос орындар осы қиярларымызды салып тығыздап шығамыз. Енді осы қиярымыздың үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ыстық суды құя салысымен бірден крышкасын жауып қоямыз. Жарты сағат тұрған банкамыздың суын төгіп тастаймыз. Тағы да қайнап тұрған ыстық суымызды екінші мәрте құямыз. Бұл суымызды 20-30 минут тұрған кейін тағы төгіп тастаймыз. 2 рет суы төгілген банкамыздың үстіне 2 ас қасық толтырмай тұз саламыз. 1 литрлік банкіге жапсаңыз 1 ас қасық тұз салыңыз. Одан кейін 1 ас қасық қатты толтырмай қантымызды саламыз. Одан кейін 70% сірке суымыздан 1 шай қасық құямыз. Қиярымыз қолдың қияры болмағандықтан атылып кетпеу үшін 2-3 түк аспирин салдым. Тұзы салып, дайын тұрған банкілеріміздің үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бірден қаппағын жабамыз. Осымен банкілерімізді жаба берсек болады. Жабылған банкілерімізді тұздар еру үшін үстіп қозғап жібереміз. Осымен қысқарынып дайындаған қиярларымыз дайын, өте керемет, дәмді болып шығады, қытырлақ. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.